Сәлем достар, бұл құпия каналы, сіздермен бірге Альфия. Достар, осының алдында сүре Әл-Имранның қасиетін салған болатынмын. Қазір сіздерге Құранда 4-ші сүре Ниса сүресі. Бұның өте қасиетті, керемет қасиетті пайдасын айтатын боламын. Әрине, дәрет алып, таза жүру керек. Құран оқу алдында құблаға бет бұрып, бұны күндізгі мезгілде оқу керек. Егерде семьяңызда түсінбеушілік, ауызбіршілік, бір-біріңізден суып, бір-біріңізді жақсы көрмей қалған жағдайда ерлі зайыптылар бұны оқуға болады. Ері немесе әйелі оқу керек күніне. Ең азы біреу оқыса, бұның пайдасы өте керемет. Алла тағала Иса сүресін оқыған адамның отбасына береке, ауызбіршілік, сүйіспеншілік, бір-біріне араларында махаббат пайда болады. Ол Құдайдың қалауыменен. Достар, бірақ міндетті түрде Құран оқымастан бұрын дәретті болу керек, дәрет алу керек. Оқыңдар, қасиеті өте керемет, жасап көріңдер. Оқыңдар, әйел оқыса да болады, немесе күйеуі оқыса да болады. Күніне бір рет оқитын болса, осындай керемет неге ие боласыз. Сәттілік достар.